Ассаламу алейкум достар. Бүгін мен сіздерге бар жоғы 5 минутта дайын болатын үй жағдайында жасалатын балмұздақтың дайындалу әдісімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге тоңазытқышта қатырылған жемістер қажет болады. Қандай жеміс қолдансаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Мен клубника, банан және смородинаны алдым. Бананды да осылай ұсақтап турап тоңазытқышта қатырып аламыз. 2 ас қасық бал қосамыз және 70 грамм сүт құямыз. Осылай сүтімізді құйғаннан кейін барлық массаны блендердан өткізіп алатын боламыз. Мына балмұздағымыз дайын. Енді қалауыңызша ыдысқа салып әрлеп шықсаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Ас болсын және де қазақша контентті қолдап менің арнама жазыла жүріңіздер. Рахмет.